Мен Roblox'тың ең қайғылы ойыншысымын. Олардың тарихына көз жүгіртейік. Тефано 123 туралы сөйлесейік. Бұл Тефано 123 Магенда 9-шы, жараймы? Бізде мұнда не бар? Тиффани филиппиндік болды. Ол біздің кез келгеніміз сияқты Roblox'ты ойнады. Әрине, бұл қалыпты жағдай сияқты. Ол кісі өлтіру құпиясы ойынын ойнап жатқанда, оның дауыстық чаты қосылу болды. Бәрі жақсы. Кенет ойыншылар қатты соққы дыбыстарын естіді. Бұл қатты соққы болды. Ал Тиффани айқайлады. Сіз бұл туралы не айтқыңыз келеді? Ол бірден ойыннан шығып қалды. О, бұл дәл сол клип пе? О, жоқ, бәрі жақсы. Иә, бұл өте өкінішті. Бәрі жақсы. Содан кейін ол жай ғана кетіп қалады. Басқа адам не болғанын білмей абдырап қалды. Оған шынымен не болғанын ешкім білмейді. Кейбіреулер анасы оны үй тапсырмасын орындаудың орнына ойнағаны үшін ұрғанын айтады. Басқалары оның ойынға көп ақша жұмсағанын. Әкесі мұны біліп, оны ұрғанын айтады. О, жоқ, сіз оған шынымен не болды деп ойлайсыз? Қалай болғанда да, мен оның жақсы екеніне шын жүректен үміттенемін. Иә, маған қызық. Мұның бәрі туралы лайк пікірлерінде не ойлайсыз? Тиффани дауыстық чаттың құлпын ашу үшін анасының жеке куәлігін алды. Сондықтан анам қатты ашуланды. Тиффани қайтыс болды ма? Иә, мұны шынымен де көп адамдар айтады. Олар оны Сет Кидекі 146 мен салыстырады. Кейбіреулер тіпті Сет Кид оның ағасы екенін айтады. Бірақ бәрібір жоқ. Бұл Тиффани аккаунты YouTube пен TikTok-та трендте болды. TikTok. Сондықтан мен оның шын мәнінде не туралы екенін көргім келді. Бұл жерде Mode Place-тен алынған бейне бар. Ол сізге толығырақ айтып береді. Бұл Roblox ойыншысының ең қайғылы оқиғасы бар. Түсіндіріп берейін. Тефано 123 Магенда 9. Бұл Roblox жазбасы пайда болғаннан кейін ғана танымал болған ойыншы. Онда ең нашар жағдай орын алды. Өйткені ол Roblox дауыстық чатына кіру үшін анасының жеке куәлігін жасырын түрде алып кеткен деген қауесет тараған. Бұл оның анасын қатты ашуландыратыны сонша, біз оны одан еститін едік. Бұл жеке куәліктің тарихы қандай? Иә, мен бейнені қайта ойнатамын. Бірақ бұл жерде бір нәрсе бар. Ол туралы көптеген қауесеттер бар. Ол зорлық, зомбылыққа ұшыраған басқа Roblox ойыншысының әпкесі болудан бастап. Мұның бәрі жай ғана еркелікке дейін. Бұл жай ғана әзіл болды. Иә, бұл мені де күдіктендіреді. Тағы да, бұл пікірлердің көпшілігі оның шын мәнінде шынайы екеніне және осының бәріне шынымен сенеді. Олардың барлығы бұл жағдайдың шынымен болғанына шынымен сенетін сияқты. Мен бұл істі егжей-тегжейлі зерттеп, дәл осы жерде не болып жатқанын немесе мұның бәрі жай ғана жалған екенін түсінгім келеді. Осылайша, біраз зерттеулер жүргізгеннен кейін, мен Тиффанидің бүкіл аккаунты 2025 жылдың 3 қыркүйегінде осы аккаунт арқылы ашылғанын білдім. Иә, бұл жігіттің дауыстық басқару элементтері қосылған Тефано 123 есептік жазбасын тауып жатқанын көрсетеді. Ол жоғалып кетеді. Содан кейін ол айналаға қарап, дәл сол жерде не болғанын білгісі келеді. Егер бірдеңе болып қалса, олар аздап қорқады. Бұл бейне тек TikTok сайтында 11,8 миллион қаралымға ие болар еді. Тағы да қайталаймын. Көптеген комментаторлар оған түсіністікпен қарайды. Мен бұл адамның аккаунтын қарап шықтым. Оларда Тефано 123 туралы басқа ештеңе болған жоқ. Бірақ олар өздерін Roblox редакторлары деп атайды. Бірақ тағы да мен әлі де Тефано 123 туралы көбірек білгім келді. Сол кезде мен оның жеке TikTok аккаунтын аштым. Кем дегенде, болжам бойынша, оның TikTok аккаунтының сипаттамасында оның тірі екені жазылған. Бірақ иә, осы бейнелердің кейбірін осы жерден қарап көрейік, және дәл осы жерде не болып жатқанын көрейік. Бұл олар жариялаған алғашқы бейне болды. Шынымды айтсам, бұл өте біртүрлі бейне. Бұл жазбаны жүргізіп жатқан адам саусағын камераға немесе басқа нәрсеге қойып жатқан сияқты. Бірақ мен аудиожазбаның не туралы екенін толық білмеймін. Кейбіреулер бұл қолдың қаны деп айтады. Ол, маған көмектес. Қыз 911 нөміріне қоңырау шал, дейді. Көптеген адамдар, жақсысың ба деп сұрайды. Жақсысың ба? Екінші бейне өте біртүрлі. Бұл жай ғана ребец анимациясы. Бірақ бұл бейне әлі де бар. Онда ол бүкіл аудиоклипті және барлығын ойнатады. Ал Тиффанидің аватары жай ғана билейді. Шынымды айтсам, бұл өте оғаш пост. Содан кейін мен осы басқа бейнелердің барлығын осы жерден қарап жатырмын. Және олар маған мүлдем маңызды емес болып көрінеді. Бұл жай ғана кездейсоқ өңдеулер. Және бұл бейне сөзбе-сөз интернеттен алынған. Кеше жыпылықтаған суреттердің тұтас тобы ғана болды. Тағы да көптеген комментаторлар бұл жерде не болып жатқанына алаңдайды. Бірақ иә, осы бейнелердің барлығына сүйене отырып, мен бұл Тиффанидің TikTok аккаунтының барлығы жалған және шын мәнінде шынайы Тиффани емес екеніне сенуге бейіммін. Енді Тиффани туралы не деуге болады? Ал Тиффанидің өзі шын мәнінде шынайы ма, әлде солай ма? Мұның бәрі жай ғана жалған. Мен бұл жерде көп сөйлемеймін. Бірақ мен бұл қамшының дыбыстық әсерін өте таныс деп таптым. Иә, бұл бейнеде олар біршама баяулаған сияқты. Бірақ иә, менің ойымша, бұл дыбыстық эффект осындай нәрсенің елесін жасау үшін қосылған сияқты. Бұл жерде бірдеңе болып жатқан сияқты. Мұның бәрі жалған екеніне мені сендіретін тағы бір нәрсе, түпнұсқа TikTok бейнесінің сипаттамасында қайғылы қыз деп жазылғаны және онда көптеген адамдар бар. Әртүрлі хештегтер. Мысалы, қайғылы қыз хештегі, қайғылы қыз Тиффани хештегі. Иә, мен Сет Кидекі 146 туралы көп айттым. Ол да жарылған тағы бір қайғылы оқиға. Бұл бүкіл YouTube пен TikTok
TikTok'та. Егер сіз оның кім екенін білмесеңіз, мына бейнені мына жерден қарастырайық. Қайғылы сәби 246 туралы сөйлесейік. Жарайды, мұны істейік. Роблокста Садки 246 есімді бала тұрған. Иә. Ол Роблоксты ойнағанды ұнататын. 2024 жылдың 4 сәуірінде кездейсоқ қыз қайғылы баланың айғайлап жатқаны туралы видео жариялады. Міне, бұл бейне. Міне, біз бастадық. Иә, бұл бейне дәл осы жерде. Бұл жерде жай ғана отырған мұңды бала бейнеленген. Осыдан кейін қыз бірден кетіп қалды. Ата-анасы оны қорлап, белбеуімен ұрып жатыр деген қауесет тарады. Иә, мен TikTok бейнесінің түпнұсқасын табуға тырыстым. Бірақ ол бір сәтте жойылды деп ойлаймын. Бірақ бұл Сет-Кит аккаунты бүкіл әлемге тарады. Егер сіз Roblox қағырып Сет-Кит 146 деп терсеңіз, Robloxта ол туралы көптеген ойындарды көресіз. Мен өтірік айтпаймын. Олардың кейбіреулеріне тыйым салынуы және қатаң шектелуі немесе басқа нәрсе болуы керек. Бұл қандай да бір жолмен қорлау. Мұндағыдай, оған қосылайық. Өйткені тағы да, егер сіз түсініктемелерге кірсеңіз, көптеген адамдар оның қайтыс болғанына немесе басқа нәрсеге сенетінін көресіз. Бірақ әрі қарай жалғастырайық және осы ойынға осында қосылайық. Оның өз құлпытасы және осының бәрі бар. Мұнда да дәл осы жерді көрсететін көрсеткі бар. Сонымен қатар, қандай да бір себептермен олар жаңбырлы ауа райында тақау көрсетеді. Бірақ баяу қозғалыстағыдай. Егер сіз жебенің соңынан ерсеңіз, қайғылы 246 сәбиді көресіз. Ол қайтып келіңізші деп жазады. Мен анама барғым келеді. Ол жай ғана қайғылы. Қайталап айтамын. Бұл ойындардың бірі ғана. Біреу тіпті осы жағдайға байланысты шу шығарды. Бұл маған тағы да қорлау болып көрінеді. Бұл бейне тіпті полиция келіп, қайғылы бала отырған кездегі жағдайды қайта жасайды. Бұл жерде тіпті бұл белгі бар. Және біздің жүрегімізде мәңгі қалатын қайғылы сәби 246 туралы жарқын естелік. Міне, ол өзі. Тағы да қайғылы сәби 246 туралы көптеген ойындар бар және олардың барлығы жай ғана назар аударуға тырысады. Бірақ енді мен тағы да қайталаймын. Мұның бәрі шынайы ма? Әлде бәрі жалған ба? Найволктың арқасында ол шынымен де балалардың мұңды шуы үшін пайдаланылған түпнұсқа дыбыс әсерін тапты. Бұл шын мәнінде Lolly деп аталатын басқа YouTube аккаунтынан алынған және дыбыс әсері бала тәртіпті болады деп аталды. Сіз бұл бейнені тапқан кезде сипаттамада жүктеп алу сілтемесі және басқалары болады. Бірақ мен Lolly есептік жазбасына кіруге тырыстым. Енді ол YouTube қызмет көрсету шарттарын бұзғаны үшін жойылды. Сондықтан, менің ойымша, олар бұл дыбыс әсерлерін ұнатпайды. Жарайды. Мен мұның бәрін жаңа ғана теріп шықтым. Мен мұна жерден дәл осындай қайғылы нәресте шуын шығаратын бейнені таптым. Мұндағы сипаттамада бұл тіпті троллингке арналған дыбыс әсері екені айтылған. Уайымдамаңыз, мұның бәрі өңделген. Мен де Robloxтан Садки 146-ны табуға тырыстым. Мен бұл бейнені осы жерден таптым. Оның жазылушылары өте көп. Бірақ қазір олардың қашан қосылғанын тексеріп жатсаңыз. Бұл 2018 жылдың 2 қыркүйегі деп жазылған. Және олар соңғы рет желіде болған кезде, ол сондай ақ 2018 жылдың 2 қыркүйегі деп жазылған. Бұл дәл сол уақытта және қалғанының бәрі. Яғни бұл Сет-Кит 146 тіркелгісі жаңа ғана жасалғанын және енді ешқашан пайдаланылмағанын білдіреді. Сонымен қатар, бұл Сет-Кит 146 тіркелгісі TikTok есептік жазбасынан өзгеше. Бейнелерді талқылаңыз. Өйткені олар дауыстық чат серверінде болғанын және дауыстық чат тек 2021 жылдың қыркүйегінде жарияланғанын есте сақтаңыз. Яғни олар болған Roblox ойыны ол кезде болмаған. Яғни бұл бүкіл Roblox тіркелгісі жалған. Және Сет-Кит 146 және Тифанус 23 екеуінің де жалған болуы ықтималдығы жоғары. Сондай-ақ, менің ойымша, көптеген адамдар осы екі есептік жазба туралы бейне түсіріп жатыр. Өйткені олар көптеген қаралымдарды жинап жатыр. Тағы да айта кетейін, мұндағы кейбір пікірлерге қарап, адамдар бұл екі есептік жазбаның шын мәнінде шынайы екеніне сенетіні анық. Бірақ бұл туралы бәріңіз қалай ойлайсыз? Төмендегі түсініктемелерде маған хабарлаңыз. Жазылуды ұмытпаңыз. Сау болыңыз.